Сәлем достар, осындай этно матадан мен рубашка тігіп жатырмын өзіме. Енді осы рубашканың жеңін қалай орнатамыз, соны сіздерге көрсететін боламын. Бұл оверсайз рубашка. Енді жеңін бізде бәрі выкройка бойынша қиылған. Енді жеңі ойын қырау болса, ол алдыңғы бөлігі болады. Мұны сіздерге видеода көрсетіп жатырмын. Енді жеңімізді осылай дәл ортасын тауып қойып аламыз да, екі шетін бормен сызып аламыз. Ол не үшін керек бізге? Қазір алға қарай көресіздер. Сызып алған жерден екінші жеріне дейін түзу тігіспен тігіп шығамыз. Екі рет тігіп шығасыздар да, және жіптен жайлап тартып, кішкене гармошка жасаймыз. Қараңыздар, осындай бізде жеңді дайындап аламыз. Енді рубашкамыздың жеңін орнататын боламыз. Ол үшін тігістерді ровно бір-біріне оң жағынан бір-біріне қаратып қоямыз. Видеоға мұқият қараңыздар. Бірінші рет жасағанда кішкене қиындау болады. Содан кейін жайлап жасасаңыздар, бәрі оңай. Енді осы жеңімізді айналдырып түйреуішпен түйреп аламыз, және сіздер көктеп алыңыздар. Себебі тіккенде сіздерге оңай болады.
Міне осындай әдемі жинақы жеңімізді тігіп алдық. Қараңыздар және бағалап кетіңіздер. Лайк қойыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Егер де сұрақтарыңыз болса, маған жазыңыздар, жауап беремін.